Бұл Тилеке деген қорым. Картада Тилеке зират деп жазылған. Бұл Жайық руының құлпытасы, яғни Халил Досмұхамедтің аталарының құлпытасы. Қазір Атыраудағы университеттің аты Халил Досмұхамедтің атына берілген ғой. Яғни бұл кезіндегі Жайық руының Алдар деген биінің ұрпақтары да болып келеді. Бұған дейін бір 2-3 жыл турасында мақала жариялаған болатыным. Бұдан басқа Миялы жақта Сорғуыс деген жерде сол тағы да бір Халил Досмұхамедтің аталарының бірі Машақ деген кісінің құлпытасы табылған болатын. Ал бұл сол Машақтың әкесі Байнақ бидің әкесінің құлпытасы. Оқып көретін болсақ, Әл-Мәут кәс күллі нәш шариба, яғни өлім кесе, одан күллі жан ауыз ішеді деген сөз ғой. Беш руының Жайық тайфасы Тилекенің баласы Байнақбай опат 62 жасында 1855 жылда бұл ташны қалдырып қойды. Баласы Машақ мырза Көфи Бәл-Мәут, арабша жазуға. Жанында да жазулар бар. Енді ла иляха илlallah деген сөздер. Мұнда да дұғалар болу керек. Енді бұл құлпытас Махамбет ауданы 11-ші ауылға жақын жерде, Есбол ауылына жақын жерде, мына жағында 8-ші ауыл, Ортақшыл деген ауыл бар. Ақжайық деген ауыл, Ақжайық ауылымен екі ортада, қыр жағында, трассадан шамамен 4-5 километр жерде. Өкінішке орай бұған дейін мақала қылып жарияладық, Фейсбукта жарияладық. Белгілі адам ғой, Халил Досмұхамед, өкінішке орай бұның іздеушісі болған жоқ, яғни іздеп келіп белгі қойып қоршау салып деген сияқты. Өкінішке орай сондай жағдай. Одан басқа жалпы Қарой деген жерде, Махамбет Өтемісұлының кесесі жерленген жерінде Байнақ және Машақ деген құдықтар бар, екеуі арасы жақын. Яғни сол жерде қыстауы болса керек, мына жақта мүмкін жайлауы ма деген сияқты. Жалғыз ғана құлпытасы бар екен. Бірнеше қабір үйінділер, кесенелер орындары бар.